біздің қайсыларымыз бір-бірімізден сұрасақ та, бауырым, сен мінезіңмен айналысып жатсың ба? Мінезіңді жақсартып жатсың ба деп бір-бірімізден сұрасақ та, қайсыларымыз мінезімізбен айналысып жатыр? Жазып кәдімгідей, менде сарандық бар. Мен күніге 100 теңге садақа беріп, оны емдеймін. Менде ашуым тез шығады. Ашуым басу үшін осындай нәрселер істеймін деп. Әркім өзінің мінездері бар ғой енді. Дінімізде құпталмаған жаңағы Аллах Тағала оның құртына деп айтқан, иә? Айтады Аллах Тағала, «Қад афлаха ман тазакка». Өз-өзін тазалаған ғана не істейді? Жеңіске жетеді дейді. Өз-өзін тазалаған деген мінезін өзгерткен, сондай нұрлы, сондай бір үйдегілеріне қамқоршы, көшедегілерге де өнеге болатын сондай мінезі жұмсақ мұсылман. Соны айналысып жатқандар өте аз ол нәрсемен. Мен мінезім сондай дейді. Пайғамбарымыз не үшін келді онда? Не үшін онда пайғамбарымыз айтты, ақырет күні таразда ең ауыр болатын нәрсе ол адам мінез құлқы деп айтты ғой. Көркем мінез деп айтты ғой. Және айтты, «Инни бу'исту лиютаммиму макаримал ахлақ». Мен мінездерді кемелдікке жеткізу үшін келдім деп айтты. Қазіргі психология олар нафсул лауаманы ғана зерттейді. Ол нәфстің бірінші қадам, бірінші деңгейдегі ғана зерттейді. Құранда 7 нәфс келген. Соның ең соңғысы нафсул мутмаинна да. Олар бір нәфсті ғана зерттейді, 6 нәфсті зерттемейді. 6 нәфсті олар біздің ғалымдарымыз ашып берген, ұстаздарымыз ашады оны. Уағыздарда ашатымыз да оны. Соған жету үшін бізге сол мінезімізбен айналысу керек. Кәдімгідей қандай жаман нәрсе бойымда бар деп, сонымен 1 жыл, 2 жыл айналысу керек сонымен. Күніге соған қарсы бір амал істеу керек. Сөйтіп жүріп, 50-60 жаста әулиелікке жетеміз да сол кезде. Иншалла. Кейін зікір деген мәселе бар. Біздің шейхтарымыз көп айтады соны. Зікір дейді, азкар деген кітап бар. Зікірлер деген имам Науи атақты ғалым. Сұлтан Бейбарыс заманында өмір сүрген. 40 хадис Науи деген білесіздер, Рият Солихин деген кітапты. Сол сияқты азкар деген кітап бар, зікірлер. Сол зікірлер кітабын айтады. Адамда дейтін ауру пайда болу мүмкін да. Мысалы, бізде айтады, бессимптомный коронавирус еді. Пайда болды да. Сөйтіп осындай бір отырысқа келді да, бір қымыздан тартып жіберді да, сөйтіп ауру кетіп қалды сонымен. Бірақ ол білген жоқты, ода ауру болды, және кетіп қалды. Сол сияқты зікір да, біз білмейтін жан дүниеміздегі, жүрегіміздегі аурулар емдейді екен да. Айта беру керек екен да ол. Емдейді екен да ол. 2-3 жылдан кейін жайлап адам басқаша болады. Біз сондай адамдарды көрдік. Мен кешіре алмай жүрім деген кезде 1 сағат зікірге отырғызып, кәдімгідей 1 сағат жылдар бойы жаңа кешіре алмай жүрген да. 1 сағат зікір айтып, сөйтіп кәдімгідей жүрегі жібіді ғой. Ол сондай бір зікір адам жан дүниесін толтырады екен да. Сол сияқты оны имам Ғазали Бидаятул Хидая деген тура жолдың бастамасы деген кітапта айтады. Сен бірден бәрін бастап кете алмайсың дейді. Сен бірінші азанда 10 рет истихфар айтшы дейді. 10 рет таң намаздан кейін сәлем бергеннен кейін 10 рет қана айтшы дейді. Бірақ ұзақ айт дейді. Пайғамбарымыз айтты ғой, ахаббул амали илаллахи адваму ва ин қолда. Аллахтың алдында ең сүйікті амалдарын ол әрдайым болған амал, тоқтатылмай істелінетін, аз болса да деген. Қазір кайдзен деп соны жапондықтардан тренд болғады сол. Кайдзен система, Toyota бәрі кайдзенмен істелінеді екен деп. Кайдзен не десе, күніге кішкентай өзгеріс, жақсылыққа қарай. Бірден емес. Сол кезде тастап кетпейсіңдер. Соны имам Ғазали 17 ғасырда айтып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистен алып, пайғамбарымыз 7 ғасырда өмір сүрген. Айтады, күніге 10 рет істе. Кейін 20-ға көтересің, кейін 30-ға көтересің. Кейін сол сияқты 100-ге апарасың да. Бірақ оның арасын 2 ай, 3 ай кәдімгідей. Бірақ тоқтамау керек та. Кейін тағы бір зікірді аласың, иә? Мысалы, кім айтады? Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир деп айтса дейді да. Ол дейді да, 10 арабтардан болған
қолды босатқандай, оның 10 күнәсі кешіріледі, дәрежесі өседі деп Аллах айтты да, ешкім одан көп амал істемейді, бірақ одан көп айтқан болса ғана істей алады деп айтқан да. Бірақ біз ол зікірді айтпаймыз, білеміз ол хадисті, қандай керемет, айтпаймыз. Соны 100 айту үшін оған бір 10 минут кетеді. Соны күніге 10 реттен айтайық та, азанда таң намаздан кейін. Сәлем берді, айт. Сол сияқты сіздер жамағатсыздар, үлкен кісілерсіздер. Мынандай мысалы группа ашсаңыздар болады, ішіне жаңағыдай таблицамен 10 реттен бәріміз айттық па, галочка қойып шығып. Немесе ана приложениялар бар, Trello, MyWay деген сияқты. Қоясың, галочка қояды. Бүгін айттым. Бір-бірлерін тексересіз араларыңызда. Кім мысалы үлкен кісі болса, қан жүйенде жіктер деп. Бәріміз, не сен айтпадың, ол қалдың ба деп. Сөйтіп бірімізге жақсылыққа тартып жаңағыдай. Сөйтіп істесек болады да. Сөйтіп 2-3 жылдан кейін сонда қарап тұрсақ, бізде зікіріміз толық, суннада келген зікірлер толық тұр. Жаңағыдай мінезбен жұмыс істеп жатыр. Керемет нәрсе емес па? Сіздің көп Қазақстанда байқайтын нәрсе, ол адамдар осындай жиындарға көп барады, уағыздарға көп барады, шейхтар, ұстаздарды құрметтейді, ұстаз келсе бәрі күтіп алады, бірақ 90% адам Құран оқи алмайды екен да. А ол намаздағы шарт. Қалай жауап бересіздер? Сіздер мысалы дәретсіз намаз оқып жүрсеңіздер, кейін Аллах Тағаланы қалай жауап бересіздер? Аллах Тағала айтты ғой, осылай оқылу керек деп. Біздің СНГ-де ғана кириллицамен жаттау деген нәрсе бар да, әлемде жоқ ондай нәрсе. Әлемде барлығы бірінші араб тілін үйренеді, айн, ха деген әріптерді шығарады, кейін Құранды оқып үйренеді, сөйтіп өзіне намазға жеткілікті нелерді, сүрелерді үйренеді да. Сол нәрсеге көңіл бөлу керек. Өте бай адамдарды көрдім. Олар қариды өзін үйіне тұрғызып, оқса да шамасы келеді да. Бірақ ондай істемейді. Бірақ намаз оқиды да. Намаз қабылмай енді ол. Ол жаңағы мукаллиф қой, оған жүктелген ғой. Намаздың шарттарын орындау керек. Орындап жатқан жоқ. Соған өзіміз әркім өзіміз қарайық та, сол нәрсе шарттары, фарыздары орындалып жатыр ма деп.